Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді Орео тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Каналымнан алыстамаңыздар. Ең алдымен бисквитін жасаймыз. Ол үшін жұмыртқамыз бен қантымызды қосып, миксеріміздің жоғарғы жылдамдығымен массамыз 2-3 есе еселеніп, аппақ болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқалы массамызға сұйық майымыз бен сүтімізді қосып, лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай араластырамыз. Барлық құрғақ ингредиенттерімізді біріктіріп, електің көмегімен массамызға 2-ге немесе 3-ге бөліп қосамыз. Әр қосқан сайын лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай массамызды басып алмай араластырамыз. Осындай қоюлықтағы қамыр шығады. Енді 18 диаметрлік формамызды алдын ала дайындап аламыз және қамырымызды құйып, 180 градус қызып тұрған пеште 35-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскен-піспегендігін міндетті түрде шпажканың көмегімен тексеріп көріңіздер. Формамызда сәл суытып алған бисквитімізді босатып, жан-жағын жіңішке пышақтың көмегімен босатып аламыз. Және решетканың үстінде толықтай суытамыз. Ішкі кремін дайындаймыз. Барлық ингредиенттерді қосып, миксердің төменгі жылдамдығымен бастап жылдамдықты қоса отырып, қоюланғанша миксерлейміз. Міндетті түрде кілегейімізде сырымызды салқын болуы керек. Соңында Орео печеньесін блендерден үгіп аламыз және кремімізге қосып, біркелкі болғанша төменгі жылдамдықта араластырып аламыз. Суыған бисквитіміздің қалауыңызға қарай бетіндегі шапочкасын алып тастасаңыздар болады, және де бисквитімізді теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Тортымызды жинаймыз, подложкамызды сәл кремдеп алып, бірінші бисквитімізді қоямыз. Міндетті түрде пропитка жасаймыз. Мен жай ғана сүтпен жасап жатырмын. Өз қалауларыңыздағы пропитканы жасасаңыздар болады. Және де ыңғайлы болу үшін кондитерлік қапшыққа кремді салып алдым. Енді дәл видеода көрсетілгендей етіп, тортымызды жинап шығамыз. Соңғы коржымызды салып, оны да пропиткалап аламыз және қалған кішкене кремімізді бетіне біркелкі етіп, тегістеп жағып шығамыз. Тортымыздың бетіне пленка жауып, кемінде 3-4 сағатқа немесе бір түнге тоңазытқышқа қоямыз. Тортымыздың сыртқы кремін, яғни ганаш жасаймыз. Шоколадты су буында ерітіп, сәл суығаннан кейін бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды қосып, екеуін біріктіріп араластырамыз. Енді осы массамызды 7-8 минутқа тоңазытқышқа жібереміз. Тоңазытқыштан алып, миксердің ең жоғарғы жылдамдығымен шамамен 5 минуттай жақсылап тұрып, миксерлейміз. Бізде осындай қоюланған масса шығады. Енді осы массамызға салқын 30 грамм кілегейімізді қосып, тағы да миксерлейміз. Шамамен 1-2 минут қоюланғанша миксерлеп аламыз. Нәтижесінде біздің массамыз осындай қоюланған болып шығуы керек. Өзін ұстайтын қою, бірақ жұмсақ масса шығады. Енді тоңазытқыштан тортымызды алып, біз сыртын тегістеуге кірісеміз. Шоколадты ганашымызды ыңғайлы болу үшін міндетті түрде кондитерлік қапшыққа салып, видеода көрсетілгендей торттың сыртына және бетіне жағып, темір шпательдің көмегімен, скребоктың көмегімен
тегістеп шығамыз. Крем жетпей қалған жерлерін қосымша кремдеп шығамыз. Қайтадан тегістейміз содан кейін. Жанын біркелкі етіп тегістеп алғаннан кейін бетін тегістеп шығамыз. Спатуланың көмегімен тортты айналдыра отырып видеодағыдай жасасаңыздар да болады, немесе біркелкі етіп қалауыңызға қарай тегістеп алсаңыз да өз еркіңізде. Тегістеп болған тортымызды міндетті түрде кемінде 2 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Ганашымыз өз формасын ұстағаннан кейін қалауыңызға қарай әрлейсіз, және де біздің тортымыз өте дәмді болып шығады. Шоколадты корж, өте дәмді крем, сыртқы кремі де өте дәмді болып шығады. Басқа торттарға да қолдансаңыз болады. Міндетті түрде осы рецептпен Орео тортын жасап көріңіздер, және де пікірлеріңізбен бөлісіп, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.